Иса әл-Мәсіхті қандай ерекше қасиеттері танытады деген сұраққа хадистерге сүйене отырып, көптеген мұсылмандар Иса әл-Мәсіхтің Сириядағы Дамасктың үлкен мешітіне оралуын күтеді, және оның жерге түспес бұрын оның мұнараларының біріне түседі деп сенеді. Алайда Иса әл-Мәсіх көктен екінші рет түскенінде қарапайым адам ретінде қайта оралатын болса, онда оны қалай тануға болады? Мәселе сонда. Бір күні Сирияда біреу теледидар арқылы сұхбат беріп, «Мен Исамын, бүгін мен көктен оралдым, мені ешкім көрмеді, бірақ мен осындамын» деп айтса, адамдар оның шынымен ол екенін қайдан біледі? Кейбір мұсылмандар оның бір саусағында сүйек жетіспейтін болады, осы арқылы оны тануға болады деп есептейді. Әрине, бұл әдеттегі ойдан құрастырылған аңыздардан басқа ештеңе емес. Бірақ бұл өзін Иса әл-Мәсіхпін деп таныстыратын ақ киімдегі сақалды қарапайым адамды ажыратуға дұрыс анықтау мәселесін көрсетеді. Бір қызығы, исламда мұсылмандарға оны қалай тануға болатынын айтатын ерекшеліктердің болуы. Пайғамбарымыз Мұхаммед былай деп айтқан деп Хадба ибн Халид бізге былай дейді. Хамам ибн Яхия бізге Катададан, Абдуррахман ибн Адамнан, Абу Хурайрадан пайғамбар менімен оның арасында басқа пайғамбар келмейді, яғни ол Иса туралы айтады. Расында ол ақыр заманда жер бетіне түседі. Оны көрген кездеріңде мынадай ерекшеліктерімен танисыңдар. Орта бойлы, өңі қара торы келген, үсті басы өте таза, шаштарына су тимесе де су тәрізді болып тұрады, дейді. Навас бин Саман жеткізген хадисінде, ал жалған Мәсіх өз ісіне кіріскенде, дәл осы уақытта Аллах адамдарға Мәрием ұлы Исаны жібереді. Ол аспаннан Дамаскінің шығыс жағындағы ақ мұнараларының жанына, қолын екі періштенің қанатына қойған халде түседі. Оның сары бояумен боялған екі киімі болады. Ол басын төмен еңкейткенде басынан су тамады. Көтерген кезде інжуге ұқсаған тамшылар тамып тұрады. Исаның демінің хош иісін сезген әрбір кәпір оның иісінен жан тәсілім етеді. Исаның демінің иісі көз жететін қашықтыққа жайылып жатады. Иса дәжжалды іздеп, оны Лут қақпасының жанында қуып жетіп өлтіреді. Осыдан соң Иса, Аллах оларды дәжжалдың азғыруынан қорғаған адамдарға келіп, олардың беттерінен сипайды. Иса оларға, олардың жәннатта алатын дәрежелері жайында айтып береді. Осы кезде Аллах Исаға ашықтық түсіреді. Мен өзімнің құлдарымды әкелдім, олармен ешкім соғыса алмайды, дейді, делінген. Осы орайда айта кету керек, мәселе Иса әл-Мәсіхтің Дамаскке, Меккеге, немесе Иерусалимге оралуында емес, оның қайдан келетінінде. Ол мыңдаған жылдар бойы өмір сүріп жатқан жұмақтан келеді. Оның қарапайым адам кейпінде келмейтінін алға тартып, әл-Мәсіх көктен түскенде нұрдай жарқырап келеді, дейді. Әрине бұл дәл солай болмақ. Аспаннан кәдімгі адам кейпінде келу мүмкін емес. Оның үстіне соңғы 2000 жыл бойы Иса әл-Мәсіх көкте өмір сүріп келеді. Аспаннан келген соң ол жұмақтың салтанатты даңқына бөленіп, нұр шашып келуі сөзсіз. Иса әл-Мәсіхті кім тани алады? Иса әл-Мәсіх жерге қайтып оралғанда біз оны қалай танимыз және оны қандай ерекшеліктері арқылы тани аламыз деген әрине орынды сұрақ. Ғалымдар Құранда Аллахтың пайғамбарларының ерекшеліктері туралы айтылатындықтан шынайы иман келтіргендер Исаның тән тамаша ерекшеліктерін бағалай алады және оны тани алады деп есептейді. Алайда Иса әл-Мәсіхті әркім тани алмайды. Бидиуззаман Саид Нурси былай дейді. Иса әл-Мәсіх келгенде барлығының оны шынайы Иса әл-Мәсіх деп тануы міндетті емес. Оның таңдаулылары мен жақындары оны иман нұрының арқасында таниды. Оны барлығы тани алатындай, ол барлығына бірдей анық ашылмайды. Негізінде Иса әл-Мәсіх келгенде оның Иса әл-Мәсіх екенін өзі біледі, бірақ оны бәрі біле бермейді, дейді. Яхия
Мұсылмандардың оны тани алатынына сенетінін былай деп айтады. Бедиуззаман былай деген: өзінің екінші рет келуінің алғашқы жылдарында Иса әл-Мәсіхті білетіндердің саны өзіне жақын адамдардан тұратын шағын топпен шектелетін болады деп айтқан. Оның үстіне бұл иман нұрының арқасында ғана мүмкін болады. Әрине, иман нұры деген сөзді қосымша түсіндіру қажет. Иман нұры Аллахтың барына және бірлігіне сенгендерге және Құранның ұйғарымын орындағандарға берілген Аллахтың ілімі, дейді. Ғалымдардың пікірінше, Иса әл-Мәсіхті екінші рет келген кезде тану өте маңызды болып есептеледі. Сондықтан да біздер Иса әл-Мәсіхті танытатын қайталанбас айырмашылықтарын қарастырамыз. Әр түрлі ғалымдар Иса әл-Мәсіхтің қайталанбас айырмашылықтарын сипаттағанда, ол бірінші рет келгенінде қарапайым адам болып келген жоқ, және ол екінші рет көктен қайта келгенінде де қарапайым адам болмайды. Бұл туралы Құранды оқығаннан кейін ғана бір жақты нақты түсінікке келуге болады деп санайды. Алғаш келген кезінде оның өмірі де, болмысы да, қасиеттері де басқа адамдар мен елшілерге ұқсамайтын. Енді ол Аллахтың алдында 2000 жылдан астам уақыт болғаннан кейін келеді. Сол себепті енді ол бірінші келген кездегі қасиеттерден де артық керемет қасиеттермен келетіні сөзсіз, дейді. Ол басқа адамдардан өзінің ерекше адамгершілік қасиеттерімен ерекшеленеді деп Абдуллах ибн Омардан, ол бір күні Аллах елшісі адамдар арасында Мәсіх Дажжал туралы әңгімелеп, расында аса игі жоғары мәртебелі Аллахтың бір көзі соқыр емес. Естеріңде болсын, Мәсіх Дажжалдың оң көзі соқыр, оның көзі бадырайған жүзім сияқты, деді. Сондай-ақ Аллах елшісі Абдулла бин Омардың сөздерінде былай делінген: түнде түсімде өзімді Қағбаның жанында көрдім. Қарасам, көзге түсер қараторы кісілердің ең сұлуы іспеттес бидай өңді, тараулы шашы екі иығының арасына соғылған, басынан су тамшылап тұрған, қолдарын екі кісінің иығына қойған бір кісі, яғни әлгі екі кісінің ортасында Қағбаны тауап етіп жүр екен. Мен бұл кім деп сұраған едім, адамдар бұл Мәриям ұлы Мәсіх деді. Сосын оның арт жағынан тым бұйра шашты, оң көзі соқыр, мен көргендердің ішінде Ибн Катанға өте ұқсайтын бір кісіні көрдім. Ол да қолдарын екі кісінің иығына қойып, Қағбаны айналып жүрді. Мен кім бұл дедім. Адамдар Мәсіх Дажжал деп айтты, деді, деген. Ғалымдардың көпшілігі Иса әл-Мәсіх өзінің тамаша адамгершілік қасиеттерімен танымал деп санайды. Алайда, Құран мәтінінде Исаның басқа пайғамбарлардан өзгешелігі айтылады. Оның барлық адамдардан жоғары ізгілік қасиеті бар. Өйткені Құранда Аллахтың кейбір пайғамбарларды басқаларынан жоғарылатқаны айтылады. Бірақ бұл мәтінде тек бір ғана пайғамбардың есімі аталады. Бұл туралы аятта Аллах былай дейді: сол пайғамбарлардың кейбіреулерінен артық қылдық. Алла олардың кейбірімен сөйлескен, кейінің дәрежелерін көтерген. Мәриям ұлы Исаға ашық мұғжизалар бердік те, оны киелі рух арқылы қуаттадық, делінген. Исаның дүниеге келуі үшін және оған зұлымдықтың жұғыспауы үшін ең алдымен бүкіл репродуктивті процесті өзгерту керек болды. Туылған кезінде оған зұлымдық жұғыспады және құрсақ көтеру үшін әкесі мен шешесі жақындаспады. Керісінше, Исаның дүниеге келуі үшін Аллах Мәриямға өз рухымыздан үрледік дейді. Бұл туралы Әнбия сүресінің 91 аятында: сондай абыройын қорғаған Мәриямға рухымыздан үрледік. Сондай-ақ өзін де, ұлын да бүкіл әлемге ғибрат қылдық, делінген. Ислам ғалымдары Исаны адам атамен жиі теңестіреді. Дегенмен адам ата мен Иса әл-Мәсіхтің арасында Әнбия сүресінің 91 аятында айтылғандай айырмашылық бар. Әуелі адам ата топырақтан жаратылып, денесіне кескін келбет берілді.
Содан кейін Аллах оның денесіне өмір беретін рухынан үрлеген сәтте ол тірі жан болды. Ал Иса болса мүлдем басқаша жаратылды. Иса әл-Мәсіх бұл дүниеде адам ата сияқты топырақтан, немесе басқа адамдар сияқты ата-анасының еті мен қанынан пайда болған жоқ. Сондай-ақ ол саздан қалыптасқан денеге өмір беретін рух болып үрленген жоқ. Керісінше, Аллах Мәриямның құрсағына өз рухының бір бөлігін орналастырып, содан кейін оның айналасына денені қалыптастырады. Исламда Иса әл-Мәсіхті Әнбия сүресінің 91 аятында айтылғандай түсінікке байланысты рух Аллах, яғни Аллахтың рухы деп аталатынын ескеретін болсақ, бұл әрине қисынды болмақ. Сондықтан осы процеске сүйене отырып, Исаны адам атамен салыстыруға келмейді. Және оны ешкіммен де салыстыруға болмайды. Өйткені Құранда Иса туылғанға дейін былай делінген: «Рух, мен саған бір таза бала беруге жіберілген Раббыңның елшісімін», деді делінген. Бұл аят тек Иса әл-Мәсіхке қатысты. Және Құрандағы ерекшелік пен қасиеттілік, пәктік және күнәсіз таза бала сипатына ие жалғыз адам. Құранда басқа пайғамбарлардың барлығының күнәлары айтылады. Осыған байланысты сіздерге түсінікті болуы үшін бірнешеуіне тоқталып кетейік. Адам мен Хауа туралы адам Раббына күнәһар болып жолдан тайды делінген Таха сүресінің 121 аятында. Ал Нух туралы: егер мені жарылқамасаң, маған мәрхемет етпесең, зиянға ұшыраушылардан болармын, деді делінген Худ сүресінің 47 аятында. Ибраим туралы: Раббымыз есеп құрылатын күні мені, әке-шешемді және мөміндерді жарылқа, деді делінген Ибрахим сүресінің 41 аятында. Мұса туралы: сонда Мұса оны жұдырықпен ұрғанда оған қаза жетті. Мұса: бұл шайтан ісі, өйткені ол ашық адастырушы дұшпан, деді. Раббым, рас өзіме кесір істедім, мені жарылқа, деді делінген Қасас сүресінің 15-16 аяттарында. Дәуд пайғамбар туралы: сондықтан Раббынан жарылқау тілеп, сәждеге жығылып, бойұсынды, делінген Сад сүресінің 24 аятында. Ал Жүніс пайғамбар туралы: шын мәнінде мен қателесушілерден болдым, деп жалбарынды, делінген Әнбия сүресінің 87 аятында. Мұхаммед пайғамбар туралы: Алла өткен әрі келешектегі күнәңді жарылқау, саған деген нығметін тамамдау және саған тура жол көрсету үшін, делінген Фатх сүресінің 2 аятында. Пайғамбарлардың күнәсіздігін дәлелдеу үшін ғалымдар қисынға келмейтін дәлелдерді қолдануға мәжбүр. Мысалыға, пайғамбарлар пайғамбарлыққа шақырылғанға дейін күнә жасаған, бірақ одан кейін күнә жасамаған деп дәлел келтіреді. Ал жоғарыда айтылған аяттарда пайғамбарларға олар күнә жасағаннан кейін кешірім сұраулары керектігі туралы айтылады. Алайда Иса дүниеге келген күннен бастап күнәсіз, пәк әрі киелі болғандықтан оған қатысты қисынсыз түсініктеме берудің қажеті жоқ. Шын мәнінде Мәрием сүресінің 19 аятында Иса әлі туылмай жатып, періште Мәриямға өзінің киелі әрі күнәсіз таза баланы сыйлауға келгенін жариялаған болатын. Ол күнәсіз туылды және жердегі өмірінде күнәсіз өмір сүрді. Оның неліктен Аллахтың қасында, жәннатта екеніне таңғалудың қажеті жоқ. Өйткені Әли Имран сүресінің 45 аятында Аллаға ең жақын екені айтылады. Дүние ақиретте беделді, сондай-ақ Аллаға жақындардан болады, деді делінген. Бұлай болуы оның күнәсіз таза болуымен ғана мүмкін болды. Сондықтан ол дүниеде де, ақиретте де Аллахқа жақын адамдар арасында да құрметке ие. Расында, кімде-кім жоғарыда айтылғандарға күмәнданса, пайғамбарымыз мына хадисінде бұл мәселені түсіндіреді. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Аллах елшісінің адам баласынан туылған әрбір нәрестені шайтан сұқ саусағымен түртеді.
Осы себепті нәресте шыр етеді. Тек Мариям бин Имран мен оның ұлы Иса бұдан тысқары. Сонда Әбу Хурайра оны да, ұрпағын да шайтаннан саған сыйындырамын деген аятты оқы дейді. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Аллах елшісі шайтан адам баласы дүниеге келген күні Мәриям ұлынан басқасының бәріне тиіседі деген. Негізінде Мәсіх деген араб тіліндегі әл-Мәсих сөзінің баламасы, яғни тазартылған дегенді білдіреді. Ол даналықты меңгерген. Бұл қасиет әсіресе Иса әл-Мәсихке тән. Өйткені Аллах оған ерекше даналық берген. Ол бесікте сәби кезінде де даналықпен сөйлейді. Құраннан мынаны білеміз. Сол уақытта Аллах: «Әй Мәриям ұлы Иса, саған әрі анаңа берген нығметімді есіңе ал. Сол уақытта сені Жебірейіл арқылы қуаттаған едім. Бесікте және ер жеткенде адамдармен сөйлесуші едің. Саған кітапты, даналықты, Тәурат, Інжілді үйреттім. Және сол уақытта менің бұйыруыммен балшықтан құстың бейнесі құсаған жасап, оның ішіне үрлегеніңде бұйыруымен құс болатын еді. Және бұйыруымен іштен туған соқырды да, аламесті де жазатын едің. Және бұйыруымен өлікті тірілтіп шығарар едің. Және сол уақытта Израиль ұрпақтарына ашық дәлелдермен келгеніңде, олардың қарсы шыққандары бұл ашық жадыдан басқа еш нәрсе емес дегенде, сені олардан қорғаған едім, делінеді. Мәида сүресінің 110 аятында. Және Зухруф сүресінің 63 аятында Иса мұғжизалармен келген заман оларға: «Мен сендерге хикметті, яғни даналықтан келтірдім. Аллахтан қорқыңдар, маған бой ұсыныңдар», делінген. Осы аяттардың аясында Исаның бесіктен бастап хикметпен сөйлегені. Одан да маңыздысы, Зухруф сүресінің 61 аятында айтылғандай, Исаның қиямет мерзімінің уақытын білуінде. Бұл аятта былай делінген: «Күдіксіз, Иса қиямет мезгілінің белгісі. Сондықтан оған күдіктенбей маған еріңдер. Міне осы тура жол», делінген. Құранда Исаға теңдессіз есімдер берілген. Құранда Иса әл-Мәсіхтің есімдері өте көп. Оның есімдері мен қасиеттері оның кім екенін көрсетеді. Құранда жазылған оның есімдерін мынадай сатыларға бөлуге болады. Біріншіден, адами күйі. Екіншіден, ерекше атқаратын рөлдік кейпі. Ал үшіншіден, асқақ болмысы мен бірегейлік қайталанбастығы. Оның адами болмысын білдіретін есімдері: Иса, Ибн Мәриям, яғни Мәриям ұлы; Салих, яғни әділ, жақсы деп атайды; Маталан, яғни бұл дегеніміз мысал; Әбді, яғни құлы делінген. Ал енді оның нақты атқаратын рөлдерін көрсететін есімдер: Нәби, яғни пайғамбар; Расул, елші делінген; Расулуллах, Аллахтың елшісі делінген; Муфаддал, яғни дәрежелі делінген. Ал енді оның асқақ болмысын білдіретін есімдер: Әл-Мәсих, яғни Мәсіх. Құранда тек ол ғана Мәсіх деп аталады. Аятоллах, яғни ғибрат. Ал ғибрат дегеніміз бұл мысал, нұсқа, белгі, өнеге, тәлім, үлгі деген мағынаны береді. Және Құранда тек ол ғана үлгі, яғни нұсқа, немесе белгі деп аталады. Исаның келесі асқақ болмысын білдіретін есім бұл мүбәрәк, яғни құтты. Құранда Мәриям сүресінің 31 аятында тек ол ғана құтты деп аталады. Амандық беруші. Құранда Мәриям сүресінің 33 аятында тек ол ғана өз-өзіне амандық жариялаушы. Мукарраб, бұл дегеніміз Аллаға жақындардан. Және Құранда Имран сүресінің 45 аятында тек ол ғана Аллахқа жақындардан делінген. Және шахид, яғни куәлік беруші.
Құранда Ән-Нисан сүресінің 159 аятында тек ол ғана үкім шығарылатын күні куә болады делінеді. Аллахтың рухы, тек ол ғана Аллахтың рухы деп аталады. Муайят би рухал кудус, бұл дегеніміз киелі рухпен қуатталды деген сөз. Құранда киелі рух тек оған ғана көмектеседі делінген. Мусоддикан, бұл дегеніміз растаушы. Бұл туралы Құранда Әли Имран сүресінің 50 аятында тек ол ғана кітаптарды растаушы делінген. Зәки, бұл дегеніміз таза. Бұл туралы Құранда Мәрием сүресінің 19 аятында тек ол ғана таза, күнәсіз делінген. Юбри, бұл емдеуші делінген сөз. Құранда Әли Имран сүресінің 49 аятында Аллахтан басқа тек ол ғана емдей алады делінген. Және Яхлюк, керемет жасаушы делінген. Яғни Құранда тек қана Аллахтан басқа ол ғана жан бере алады делінген. Юхи, тірілтуші. Әли Имран сүресінің 49 аятында Аллахтан басқа ол ғана өліктерді тірілте алады делінген. Юнаби, пайғамбарлық етуші, хабарлаушы деген сөз. Құранда Әли Имран сүресінің 49 аятында тек ол ғана жасырын құпия істерден хабар бере алады делінген. Юхрич, өлікті тірілтуші. Құранда Әл-Мәида сүресінің 110 аятында тек ол ғана өлікті тірілтіп шығара алады делінген. Юхил, арам етілген кей нәрселерді халал ететін делінген сөз. Әли Имран сүресінің 50 аятында тек ол ғана бұрын арам етілген нәрселерді халал етеді делінген. Рахма, яғни мейірімі делінген. Құранда Мәриям сүресінің 21 аятында тек ол ғана алдын ала, яғни әуел бастан анықталған мәрхеметі, яғни мейірімі делінген. Ваджих, бұл дегеніміз беделді. Яғни Құранда Әли Имран сүресінің 45 аятында тек ол ғана осы дүниеде де және ақиретте де беделді болады делінген. Қаулул хақ, яғни хақ сөзі. Құранда бұл туралы Мәрием сүресінің 34 аятында тек ол ғана Аллахтың хақ сөзі делінген. Калиматуллах, Аллахтың сөзі делінген. Иса Құранда аталған жалғыз ғана қайталанбас бірегей. Бұл туралы 19 сүренің 19 аятында туылмай тұрып таза аталған делінген. Және күнә жасамаған және күнәсі үшін кешірім сұрамаған. Аллах рухынан үрлеген, пәк қыздан туылған, анасының аты аталған және анасының атымен аталған. Анасын таңдап алып, әлемдегі әйелдерден ардақты қылды делінген. Және бесікте сөйлейді, туылғаннан пайғамбар атанған және адамдардың қарсылығын сезе алады. Қиямет мерзімінен хабары бар және қияметтің белгісі делінген. Тағда киелі рухпен қуатталған делінген. Аллах оны өз тарапына көтерген. Қазір Аллахтың жанында алдын ала, яғни әуел бастан анықталған мәрхеметі, яғни мейірімі делінген. Құранда оған күдіктенбей маған еріңдер, міне осы тура жол делінген. Және біз өзіне игілік берген бір мысал делінген. Иса, яғни бұл сөздің мағынасы құтқарушы немесе мәсіх деп аталады. Пайғамбар немесе елші, мен тараптан адам баласына бір үлгі, яғни белгі, нұсқау делінген. Және Құранда құтты деп аталған. Өз-өзіне амандық жариялаушы, Аллахқа жақындардан делінген. Үкім шығарылатын қиямет күні куәлік етуші делінген. Аллахтан келген Аллахтың рухы, кітаптарды растаушы, таза бала атанған. Барлық ауруды жазған. Балшықтан құс жасап, оған өмір берген. Және өлікті тірілтеді. Құпия істерді айтушы, өлікті тірілтіп шығарады делінген. Және аят келтіруші, яғни заң шығарушы делінген. Тағыда осы дүниеде де, келер дүниеде де барлығынан жоғары беделді делінген. Әрі хақ сөзі,
Аллахтың сөзі. Ол тумастан бұрын да болған, өлімнен кейін де сөз сөйлеген, өлімнен қайта тірілтілген делінген. Байқағандарыңыздай, Иса ғана бірегей беделді атанған жалғыз тұлға. Оны екінші рет көктен түскенде тану еш қиындыққа түспейді. Өйткені оның барлық ерекшелік қасиеттері Құранда толығымен аталып көрсетілген. Оған тең келер ешкім болмайды. Аллах оны біз тани алатындай етіп жібереді. Сол себепті оның көктен екінші рет келуіне дайын болып, ол екінші рет көктен түскенде тани алуымыз үшін осы кезден бастап оның кім екенін, оның ерекшеліктерін танып, зерттеп білуіміз қажет.